Ұрлықтар бойынша оқиға орындарын қарауда техникалық криминалистикалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру ерекшеліктері тақырыбында өткен өңірлік семинар кеңеске 4 облыстың криминалист мамандары қатысты. Ұрлық жайттері бойынша түрлі тақырыпты талқылаған олар оқиға орнын тексеруде іске қатысты дәлелдемелерді табумен қатар бекіту және де дәлелдеуді басты назарға алу керектігі айтылды. 21 по 22 ноября текущего года Қарашаның 21 мен 22 аралығында Шымкент қаласындағы оқу орталығының базасында қалалық полиция департаментімен бірігіп семинар мәжілісі өтуде. Семинарда оқиға болған орында амалдарды пысықтау шаралары талқыланып, теорияда алған білімдермен іс-тәжірибемен ұштастыру көзделген. 2 күнге жалғасатын жиынға Шымкент қаласы мен Түркістан, Жамбыл, Қызылорда облыстарынан қырағы мамандар келіп отыр. Сонымен қатар жергілікті полиция бөлімінен жедел полиция өкілдері мен кинологтарды да тартудамыз. Мұндай семинарлар әсіресе жас мамандардың теорияда алған білімдерін шыңдауға ауадай қажет. Бауыржан Момышұлы атындағы оқу орталығының қабырғасында өткен семинар кеңестен күтілетін нәтиже көп. Жан-жақты талқыланған тақырыптардың арасында ұрлықтарды жедел ашуға бағытталған криминалистикалық құралдар мен әдістердің сапасын арттыру жолдары, оларды қолдану толықтығы таныстырылды. Сонымен қатар оқиға орнында жол берілетін кемшіліктерді де айналып өтпеді. Нәтижесінде алған барлық тәжірибелерді практикада қолданып, болып атқан ұрлық қылмыстарды ашуға өзінің үлесін қосады деп есептеймін. Болашақ құқық қорғау органдары қызметкерлерін дайындауда мұндай семинар кеңестердің берері мол. Өйткені кез келген ішкі істер органдарының қызметкерлері кәсіби тұрғыда дайын және нормативті құқықтық актілерді жан-жақты дұрыс қолдана білуі шарт. Сонымен қатар іс барысында криминалистикалық тактика, криминалистикалық техника мен әдістемелерін білуі керек. Сондай-ақ сот сараптамаларының қорытындыларына баға бере білуі міндетті. Гүлнар Асқарқызы, Ержан Сейдазым, Нарньюз.